Көңіл-күйіміз қалай өзі? Жақсы. Көңіл-күйіміз жақсы болса, онда біз сабағымызды бастайық, иә? Сабақты бастамас бұрын балалар, мен сендерге өткен сабақты қайталап берейікші. Өткен сабақта біз қай тақырыпты өттік? Өсімдіктердің бөлімдерінің ерекшеліктері. Өсімдіктердің бөлімдерінің ерекшеліктері. Ол сабақта бізде өсімдіктерден бөлініп шығатын гутация, өзінен бөлініп шығатын суды, тағы өсімдіктердің жылауын, тағы басқа нәрселерді өттік. Өсімдік қанша түрге бөлінеді? Екі түрге енжар және белсенді биік түрге бөлінеді. Олар көптеген минералдық заттарды бөліп шығарады. Міне балалар, өсімдіктің өсінділерін айттық, естіп түсіндіріп отырмыз, иә? Ерекшеліктерін білдік па? Иә, білдік, иә? Ол енді өсімдіктердің ішінде не болады екен? Тамыр болады, иә? Тамыр дегеніміз не екен? Тамыр бөлінісі дегеніміз ол жаңа бір тұқымның тамыр болып сыртқа бөлінуін біз тамыр бөлінісі деп атаймыз. Тамыр зақымдағанда не шығады екен? Тамыр зақымданғанда оның ішіндегі органикалық заттар су болып бетіне шығады, оны гутация деп атайды. Гутация деп айтады екен. Міне, біз тамырды жаралаймыз ба? Жараламаймыз, иә? Біз өсімдікті не істейміз? Қорғаймыз, иә? Ал енді балалар, бүгін жаңадан сабақ бастаймыз біздер. Ол сабақты қорытайық, иә? Жақсы меңгердік қой, балалар, иә? Қалай меңгердік? Жақсы. Қалай жақсы меңгердік. Енді бүгін сабақ бізде, балалар, жаңа сабақты бастамас бұрын сендерге айтайын. Бүгін біздің сабағымыздың тақырыбы омыртқалы және омыртқасыз жануарлардың зәр шығару жүйесі дейді. Енді барлық жәндіктер нелер не істейді екен? Зәр шығарады екен. Бізден шаянымыз зәр шығару жүйесі жасыл без екен. Міне, шаян дегеніміз қаны деді. Қайсымызды айта аламыз? Шаян дегеніміз не? Оның шаяндардың зәр шегу несі жасыл без екен. Міне, жаңа өздерінде айтылған. Одан кейін біздерде балық. Балықтарда зәр шығару жүйесі, оларда бүйрек болады екен, қуық болады екен. Одан кейін бізде өрмекшілер. Өрмекшілер бізде. Өрмекшілер зәр шығару несі мальпиги түтікшесі екен бұл жерде. Біздің мақсатымыз айтып отырмыз ғой, омыртқалы және жануарлардың зәр шығару, зәр жүйесінің құрылысын кеңейту, шығару үшін өнімдерінің қатысатын мүшелердің құрылымы мен қызметін толықтыра түсіну және кеңейту дейді. Енді бұл жерде бізде жаңағы айттық қой, екіге бөлінеді деп, омыртқалы және омыртқасыз деп. Омыртқалы жануарлар бізде қандай жануарлар жатады? Омыртқасы бар жануарлар. Омыртқа бізде қай жерде тұрады? Ол біздің арқа жағымызда болады. Ол жануарларға келгенде қандай жануарларда болады омыртқа? Балықтарда, Балықта болады, қосмекінділерде, табында болады. жануарлар мен адамдарда. Барлық нелерде болады, иә? Ал жәндіктерде омыртқасыз деп айтып отқанымыз неліктен? Жәндіктер, оларда омыртқа болмайды. Оларда не байланыстырады? Буын, иә? Мысалы бізде не? Шұбалжан неге жатады? Омыртқалы ма, омыртқасыз? Омыртқасыз. Неліктен? Өйткені ода омыртқа жоқ. Ода омыртқа жоқ, иә? Бәрінің жеке несі нелер бар? Зәр шығару жүйелері бар екен, иә? Міне шаянда жаңағы жасыл бездер, иә? Өрмекшіден мальпиги түтікшесі болады екен. Ал балықта не болады екен? Бүйрек пен қуық. Бүйрек пен қуық болады екен. Одан кейін бізде балалар сүтқоректілер. Сүтқоректілерді бізде бүйрек, қуық және анал тесігі, тік тесік анал тесігіне жатады екен. Міне бізде сүтқоректілерге. Сүтқоректілер не үшін айтылған бұлар? Сүтпен қоректенесінде. Өйткені бұлар балалар не істейді? Сүтпен қоректенеді. Сондықтан бұларды не дейді? Қоректілер дейді. Балықтар қандай неге жатады? Қоректілер жатады. Олар Бұлар жатпайды қоректілерге. Өйткені бұлар не істейді? Жемтегін қандай жейді? су астынан іздеп. Иә, су астынан жейді. Ал енді көріп отырсыңдар ма? Ал балалар енді бүгін бізде жаңағы омыртқалы омыртқасыз айтып өттік қой. Енді дәптерімізді аламыз. Дәптерімізді аламыз. Термин сөздерді жазамыз. Бүгін күнді жазамыз. 20-сы қаңтардың 20-сы, иә?
шығаруымыз омыртқалы және омыртқасыз жануарлардың жар шығару жүйелері. Ал балалар, термен сөз жазып па? Термен сөзді жазсақ, мына жерде тапсырма тұр. Бірінші тапсырма, екінші тапсырма. Кітаппен жұмыс. Оқулықтағы берілген 140-141 суреттерді пайдалана отырып, дәптерге кесте сызып толтырыңдар дейді. Зәр шығару жүйелерінің құрылыс ерекшеліктерін салыстырыңдар дейді. Бұл жерде бізде жануарлар тобы дейді. Жануарлар тобы болғанда қайсы келіп тұр бізге? Омыртқалы ма, омыртқасыз ба? Омыртқасыз. Омыртқасыз. Неліктен омыртқасыз? Омыртқа жоқтары ғой. Бұл жерде қарапайым амеба элглена дейді. Бұл тұқырттар дейді, жәндіктер дейді. Бұлар немен байланысқан? Буынмен байланысқан. Бұларды біз омыртқалы жануарларға жатқызбаймыз, иә? Бұлар омыртқасыздар. Кәне дәптерге сызамыз. Дәптерге сызамыз, кәне балалар. Қарапайымдыларды біз білдік қоя, амеба элгленаны білдік, иә? Бұл тұқырттар шұбалжандар. Олар шұбалжандар бізде жаңағы өзінің сегменті арқылы не істейді? Оның бас жағында, аяқ жағында болады екен, бұл тұқырттардікі. Бұл тұқырттар жаңағы бас жағынан жібереткенде, аяқ жағынан жаңағы зәрін шығарып отырады екен. Жазып балалар, омыртқалы, омыртқасыз жазып жатырмыз, иә? Бізде бірінші кесте неге жазып тұр? Омыртқасыздарға, екіншіден омыртқалыға жазып тұр. Осыны жазамыз. Ал балалар, біз шамалы, енді бағана бері сөйлеп жатырмыз, сергіту сәтін жасайық, иә? Сергіту жасында мен жұмақ жасырам, соның омыртқалы ма, омыртқасыз ба? Соны табамыз. Мақұл ма? Қамықпайды күшті аңнан, қорқады тек тышқаннан. Тіл. Ол неге жатады? Омыртқалы ма, омыртқасыз? Омыртқалыға жатады. Жазда жатпай қырдағы гүлді кезеді, өзі де таппай жинайды гүлін шырынын, тесен оған құрдың. Ара. Ол омыртқалы жатады ма, омыртқасыз жатады ма? Омыртқасыз. Неліктен? Өйткені ол буын арқылы тіршілік етеді. Сабы жоқ қамшы, ешкімге ұсынба. У бар бір тамшы, тілінің ұшында. Ол жылан. Жылан бізде омыртқалы ма, омыртқасыз ба? Омыртқасыз. Омыртқасыз, иә? Енді тағы да бір жұмбақ жасырайық. Бір жәндік ұшып жүріп ән салады, әркімге қонақ болып бір барады. Барлығы мақұлықтың ығыр болған даусын естігенде зар қағады. Маса дұрыс. Ол омыртқалы ма, омыртқасыз ба? Омыртқасыз. Ол омыртқасыз. Ал енді балалар, бүгін сабақта біз не түсіндік? Бұл сабақта біз омыртқалы және омыртқасыз болып екі жануарлардың жәндіктердің бөлінетіні туралы түсіндік. Омыртқалы жануарлар бүйрек арқылы, бүйрек несібағы арқылы зәр шығарса, ал омыртқасыздар жиылғыш вакуол деген сияқты морфегиттіктер арқылы дем алады екен. Тағы не білдің? Омыртқалылар мен омыртқасыздардың әрқайсысының өзінің зар шығару мүшелері бөлек. Омыртқалылардың өзінің бүйрегі қуық арқылы шығаратын болса, ал басқалары омыртқасыздар басқалай шығара алады. Бүгінгі сабақ балалар түсінікті болды ма? Иә. Енді түсінікті болса, енді бізде ойлан жұптас дейді. Келесі неміз мынау сабаққа, мынау параққа аламыз да, постер қорғаймыз. Не түсіндік? Соны қанап жіберейік. Салып жіберейік осы жерге. Ойлан жұптас әдісі. Қорғаймыз. Не түсіндік? Бір марке аламыз. Суреттерді
жай айтсамыз шатастырып кішкентай енді ортасына біреуін жазың да оны қалғаны қойып шығару жүйесі. жүйесі төтегөй ертең жерге көтерім жанында. омыртқасыздарды именно омыртқалылар бүйрек несібағар арқылы зәр шығарады деймін. омыртқасыздарды буын жалғайды. омыртқасыздарды буын жалғайды. Енді тағы да мияқтан бір жері өксін. Мияқты тоң. Жазбай ғой. Енді тағы не дейміз? Сосын не бар тағы? Kırıklığı mı yani? Süt kırıklığı ne var? Bürek var. Bürek var, ko'k var, su arқылы зәр шығарады. Омыртқасыздар да омыртқалылар да зәр шығарады. Зәр шығарады.